Павлодар облысында 2032 жылға дейін 2 миллион шаршы метр баспана салу жоспарда. Ал оңтүстік Қазақстан облысында аграрлық өндіріс көлемін ұлғайту көзделіп отыр. Оған қоса ауыз сумен қамту жайы жақсара түспек. Бұл туралы аймақ басшыларының халыққа есеп беру кездесулерінде айтылды. Бақтияр Хамит баяндайды. Ертіс өңіріне әкім боп тағайындалғанына 2 жылдан асқан Қанат Бозымбаев өндірісті өлкені жаңаша өркендетпек. Сол мақсатта облысты дамытудың бас жоспары қабылданып, алдағы жылдары тұрғын үй құрылысы қарқын алады. Халық алдында есеп берген облыс әкімі 2032 жылға дейін аймақта 2 миллион шаршы метр баспана салынатынын жеткізді. Биылдың өзінде 10 көп қабатты үйге тұрғындар қоныстануы тиіс. Әлеуметтік салада назарда. Бюджет қаражаты есебінен бірқатар әлеуметтік сала объектілерінің құрылысы аяқталды. 2500 орынға арналған 5 мектеп салынды. Оның ішінде 4 ауылдық жерде. Үстіміздегі жылы Екібастұз қаласында қазақ тілінде білім беретін 1200 орындық мектептің құрылысы аяқталады.